Баланың есте сақтау қабілетін дамытуға арналған тапсырма. Мына жерде әртүрлі суреттерді көріп тұрмыз. Сол суреттерді бізге жаттап алу керек. Бала бір көргеннен бұл 5 суретті жаттап алып айта алмауы мүмкін. Ал мен сізге ең тамаша әдісті ұсынамын. Мысалы, балық, алма, бақа, кемпірқосақ, доп делік. Осы суреттердің тегі заттар. Енді осы суреттерді тез жаттап алу үшін біз күлкілі сөйлем құрастырамыз. Мысалы, балық алманы жеп, бақаның үйіне қонаққа барды. Бақа үйінде кемпірқосақты тамашалап отыр екен. Сол кезде олардың үйіне доп кіріп келді деп сөйлем құраймыз. Содан кейін осы суреттерді қағазбен немесе шторкамен жабамыз. Осы суреттерді шторкамен немесе қағазбен жабамыз. Және баладан жаңағы суреттердің атауын сұраймыз. Бірінші бізде не болды? Балық. Балық не істеді? Алма жеді. Одан кейін не болды? Яғни бала сөйлем құрау арқылы карточкаларды, суреттегі заттарды жаттап алады. Бақаның үйіне барды. Бақа не істеді? Кемпірқосақ тамашалап отырды. Одан кейін не болды? Қандай сурет? Доп. Яғни бала осылай етіп суреттерді жаттау арқылы өзінің есте сақтау қабілетін дамытады. Ал сіз де өз балаңызбен жасап көріңіз. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.